Жақында Наурыз мейрамы, сондықтан қазақша, қою, пайдалы тарымен шай демдейік. Ол үшін термомикстегі чайник режимін пайдаланып суды қайнатып аламыз. Оған бу себетін салып, 2 шай қасық шай, менде жапырақ шай, 2-3 шай қасық өзіңіздің қалағаныңызша тары және де нағат қосып жерсеңіз болады. Барлығын араластырып жеріп, қайтадан чайник режиміне қоямыз. Шайымыз қайнады, енді оған сүт қосып жақсылап араластырып жереміз. Небәрі 10 минутта шайымыз дайын болды. Қою сүттен пайдалы тарымен шайымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Комментарийде күтемін. Ас болсын.